Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. 3-ші сынып. Сабақтың тақырыбы тұңғыш ұстаз. Тема урока первый учитель. Сабақтың мақсаты мәтінді дұрыс оқып, ондағы ақпаратты түсіну. Правильно прочитать текст и понять его содержание. Мәтінге атау беріп, сөйлем мазмұнына сәйкес сұрақтар қою. Озаглавить текст и уметь задавать вопросы по содержанию текста. Мәтінді жазбаша мазмұндау. Письменное изложение содержания текста. Жаңа сөздермен танысайық. Жаңалық, жаңалық, новость. Әңгіме, әңгіме, рассказ. Балалар, Ыбырай Алтынсарин тұңғыш ұстаз. Ыбырай Алтынсарин первый учитель. Мынау Қостанай облысы Арқалық қаласындағы Ыбырай Алтынсариннің мемориалдық музейі. Это мемориальный музей Ыбырая Алтынсарина в городе Арқалық Қостанайской области. Музейдің алдында Ыбырай Алтынсаринның ескерткіші тұр. Перед музеем есть памятник Ыбырая Алтынсарина. Балалар, Ыбырай Алтынсарин музейі қай қалада орналасқан? Подумайте. Дұрыс. Ыбырай Алтынсарин музейі Арқалық қаласында орналасқан. Расположен в городе Арқалық. Где находится город Арқалық? Қостанай облысында, в Қостанайской области. Ребята, вспомните, Семей қаласында қандай музей бар? Дұрыс, Семей қаласында Абай музейі бар. Жақсы балалар, оқулықташамыз 2-ші тапсырма 51-ші бет. Мәтінді оқы, мәтінге тақырып қой. Ребята, сейчас мы прочитаем текст, и мы должны озаглавить этот текст. Мәтінді тыңдаймыз. Ыбырай Алтынсарин қазақ балалар әдебиетінің атасы. Ыбырай Алтынсарин прародитель казахской детской литературы. Ол балаларға арнап көп әңгіме жазған. Он написал много рассказов для детей. Ыбырай Алтынсарин қазақ даласына жаңалық әкелді. Ыбырай Алтынсарин принес новость в казахскую степь. Ол алғашқы мектеп ашты. Он открыл первую школу. Ол мектепте Ахмет Байтұрсынұлы, Спандияр Көбеев сол мектепті бітірді. Ахмет Байтұрсынов, Спандияр Көбеев закончили эту школу. Ол орыс ғалымдары Григорьев, Ильминскиймен дос болған. Он был другом русских ученых, как Григорьев, Ильминский. Ыбырай Алтынсарин ұлы ұстаз, дара тұлға. Ыбырай Алтынсарин великий педагог, особая личность. Енді балалар, мәтінді 2 мәрте оқыңдар. Ребята, теперь самостоятельно прочитайте правильно 2 раза этот текст. Теперь подумайте, как же можно озаглавить этот текст. Как можно озаглавить этот текст? Подумайте. Дұрыс. Ыбырай Алтынсарин ұлы ұстаз. Можно озаглавить по-другому. Подумайте. Жақсы балалар, енді біз Ыбырай Алтынсарин туралы білгенімізді бекітейік. Ребята, сейчас вы узнали о Ыбырае Алтынсарине. Давайте мы закрепим то, что мы прочитали и услышали. Бұл кім? Бұл Ыбырай Алтынсарин.
Ыбырай Алтынсарин қандай адам кім болған? Ыбырай Алтынсарин кім болған? Кем был Ыбырай Алтынсарин? Тұңғыш ұстаз, первым учителем. Дара тұлға, особой личностью. Ағартушы, ғалым. Ғалым, вы это слово знаете, ученый. Ағартушы – это просветитель, человек, который занимался просвещением, образованием народа. Повторите еще раз. Ыбырай Алтынсарин кім? Ыбырай Алтынсарин тұңғыш ұстаз, дара тұлға, ағартушы, ғалым. Следующий вопрос. Ыбырай Алтынсарин қандай адам болған? Каким человеком был Ыбырай Алтынсарин? Ол білімді, дарынды адам болған. Он был білімді, умным, образованным, дарынды, талантливым, одаренным. Ребята, Ыбырай Алтынсарин закончил школу на золотую медаль. Следующий вопрос. Ыбырай Алтынсарин не істеді? Что сделал Ыбырай Алтынсарин? Балаларға әңгіме жазды. Жазды – глагол прошедшего времени. Написал. Что он написал? Әңгіме – новое слово. Рассказы. Для кого писал рассказы Ыбырай Алтынсарин? Дұрыс. Балаларға. Он писал рассказы для детей. Он написал первую хрестоматию, по которой обучались дети. Поэтому Ыбырая Алтынсарина заслуженно называют прародителем казахской детской литературы. Ыбырай Алтынсарин алғаш мектеп ашты. Ашты – глагол прошедшего времени. Открыл. Что он открыл, ребята? Дұрыс. Мектеп ашты. Алғаш мектеп. Первую школу. Раньше для детей не было возможности ходить в школу, потому что не было школ для детей простого народа. И он специально для таких детей открыл первую школу в Тургае. Келесі, білімге шақырды. Шақырды, призывал. Он очень переживал за свой народ и хотел, чтобы его народ был умным, образованным, просвещенным. И поэтому он звал народ к образованию, к знаниям. Білімге шақырды. Ыбырай Алтынсарин көп тіл білді. Білді, знал. Что он знал? Много языков. Да, ребята, действительно. Ыбырай Алтынсарин қазақ, орыс, татар, араб, парсы тілдерін жақсы меңгерген. Он знал такие языки, как казахский, русский, татарский, арабский и персидский. Жақсы балалар, енді білгендерінді, осы сөйлемдерді қайта бір мәрте қайталаңдар. Попробуйте теперь сами еще раз повторить все, что вы узнали о великом человеке. Переходим к домашнему заданию. Үшінші тапсырма елу бірінші бет. Диалогты толықтыр. Нужно дополнить диалог. Вам даны ответы. Нужно поставить вопрос к этим предложениям. Например, Ыбырай Алтынсарин қазақ балалар әдебиетінің атасы. Ыбырай Алтынсарин прародитель казахской детской литературы. Поставьте к этому предложению вопрос. Мы можем убрать слово Ыбырай Алтынсарин и заменить его вопросом. Или оставить Ыбырай Алтынсарин и убрать вторую часть предложения қазақ балалар әдебиетінің атасы и заменить это вопросом. Следующий. Ыбырай Алтынсарин қазақ даласына жаңалық әкелді. Ыбырай Алтынсарин принес новость в
казахскую степь. Поставьте вопрос к этому предложению. Ыбырай Алтынсарин орыс ғалымдары Григорьев, Ильминскиймен дос болған. Ыбырай Алтынсарин был другом русских ученых Григорьева и Ильминского. Это задание отправляете голосовым сообщением учителю. Енді балалар дәптерімізді ашамыз, жазамыз. Ақпанның 24-і тұңғыш ұстаз 4-ші тапсырма. Төмендегі тірек сөздерді пайдаланып, мәтін құрастыр. Составь текст, используя опорные слова. Ребята, вы сегодня много интересного нового узнали о великом человеке Ыбырай Алтынсарине. Используя информацию прочитанного текста, прослушанной информации, напишите небольшой рассказ, текст об Ыбырай Алтынсарине. Тірек сөздер, опорные слова. Ыбырай Алтынсарин, оның, его, балаларға, детям, ашқан, открыл, ол, он, ұстаз, учитель, әңгіме, рассказ, мектеп, школа, дара, особая. Жақсы балалар, сендер жақсы жұмыс жасадыңдар, сабақ аяқталды, сау болыңдар.